Саламатсыздар ма қыздар, келіншектер, апалар. Егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, яғни жарнамадан келіп отырсыздар, тиктоктан не болмаса инстаграмнан фармаси компаниясы жайлы толық ақпарат алу үшін. Алдымен мен сіздерді өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Есіркенова Бақтың Нұрғалиқызы. Бұрын әскери адам болғам. 10 жылдан астам военный институтта жұмыс жасадым. Әскери шенім майор. Қазіргі таңда фармаси компаниясының алтын директор дәрежесінде жолдасыммен семейный контрактамыз. 3 баланың анасымын. 7 жылдай болды әлеуметтік желіде жұмыс жасап жүрмін. Бүгін мен сіздерге фармаси компаниясы жайлы айтатын боламын. Сол жерде ақша тауып отырғанда негізі бар ма деген сұрақ ең бірінші адам ойына келеді. Себебі өзі ақша табу үшін оғанға дейін ақша тауып отырған адамның болғаны сенімділік білдіреді. Фармаси компаниясы бұл түрік мемлекеттің компаниясы. Қазіргі таңда 125 мемлекетте жұмыс жасайды. Фармаси компаниясы негізін қалаушы Жевдетта Туна деген ол кісі қазір бұл дүниеде жоқ. Бұрын 100 мемлекетте дәстүрлі бизнеспен жұмыс жасаған. 2015 жылдан бастап сетевойға бой бұрған. Бізге де Қазақстанға сетевой арқылы келіп отыр. Қазіргі таңда 25-26 мемлекетте сетевой арқылы жұмыс жасайды. Енді қараңыз, мына шетелдегі доход, мына жерде манс деген ай, years деген жыл, бір айдағы табысы 40 миллион теңгеге шыққан. Мына жерде 500 миллион теңге годовой доходтың өзі. Келесі мына жерде 62 мың доллар, яғни примерно 40 миллион теңге, годовойы примерно 400 миллион теңге. Мына жерде де 1 миллионнан астам чек алып жатқан ханымдар шетелдегі. Енді мынау да шетелдегі 1,5 мың евро, 9, почти 10 мың евро, 8,5 евро деген сияқты курсқа шақсаңыздар шығады. Мына жақта Украинаның қыздары жұмыс жасап жатқан. Мына жерде Беларусияның, мына жерде мысалы шетелдікі 120 мың доллар. Мына жерде 5 миллион рубль, біздің теңгеге шықса 20 миллион теңге. Яғни қай жерде жұмыс жасап жатса, сол жерде табыс көзі бар. Енді біз қазақпыз ғой, Қазақстанда табыс тауып отырған қыз-келіншектер бар ма дегенде, бізге 1 жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. 2004 январында бастадық жаңа маркетингпен. Қазіргі таңда 1 жылдағы қыздарды көрсетейін. Анау бізде Елмира, бұл да әлеуметтік желіден келді. Менің үйде құрдасым, 4 баланың анасы, үйде отырған ана. Мына жерде қараңыздар, 1 миллион теңге табысы. Бірнеше рет фармасимен саяхатқа барып келді. Стамбулдың өзіне барып заводты көріп келді. Жолдасымен бірге, бақытпен бірге жұмыс жасайды. Екінші Мархабат пен Талғат. Талғат та, Мархабат та Турцияға, Стамбулға, Беларусияға барып келді. Қазіргі таңда 5 миллионнан асады табыстары. 6 қыздың анасы мен әкесі. Семейный. Мына жерде бізде Айна мен Даулет, тоже золотой директор. Және Эльмира да золотой, Мархабат та золотой директор. Даулет пен Айна да золотой директор, тоже семейный бизнес. Мына жерде табыстары. Айнаның 4 баласы бар, 4-ші баласы Умрауда, кішкентай. Келесі Бақытгүл ханымыз, бұл апа, Астана қаласынан немерелерін бағып отырған апа. Бұл алла бұйыртса скоро міне саяхатқа кетеді. Сауле ханым бізде саяхатта болды, Стамбул емес, Беларусияда болды. Қазір скоро алла бұйыртса Стамбулға да барады. Премиясын алып отыр. Бұл кісі 70 000 теңге алатын жәнегі 70 000 теңге несі пенсиясы алып отырған үйдегі апа. Одан кейін Гүлнар ханым бұрын жұмыс жасамаған, қазіргі таңда саудада и үйде бала шағасымен өте әдемі келіншек. Бұл кісі де Шымкент қаласынан қазір директор дәрежесін ашып, бұл кісіге де саяхат премия болды, бірақ саяхатқа бұл кісі бара алмайды, бір семейный жағдаймен бара алмай қалды. Одан кейін Айсұлу ханым осы каталогта золото дәрежесін ашты, премиясын алды, саяхатқа дайындалды. Одан кейін Данагүл ханым да бізде бронзовый премиясын алды. Бұл кісі Алматы қаласынан. Арғатай бізде Нейля ханым тоже мен сияқты ауылда тұрады. Мен де Алматы қаласының шетінде ауылда тұрамын. Бұл кісі де премиясын алды, алла бұйыртса саяхатқа дайындалып жүр. Одан кейін Ибагүл ханым әлі директор дәрежесін ашқан жоқ, Алматы қаласынан. Бұл кісі үйде отырып тігін тігеді, үстіндегі киімдердің барлығын өзі тігіп алған кісі. Одан кейін бізде Бибинұр ханым үйде отырған ана. Бұл кісі де директор, қазіргі таңдағы табысы. Қазір келесі бізде Әсел, бұл Талдықорған қаласынан, өзінің жеке бизнесі бар, бизнес-леди, қосымша фармасиді алып жүр. Минаш ханым да Талдықорған қаласынан. Арғатай Бақытгүл бізде Шымкенттен, алла бұйыртса бронзовый директор, скоро Құдай қаласа золотой директор болады. Премиясын алды, енді алла бұйыртса саяхатқа дайындалып жатыр. Одан кейін Атыркүл ханым бронзовый директор дәрежесін алып, премиясын алды. Мауя ханым Құдай қаласа, алла қаласа скоро жақында золотой директор болады. Бұл кісі де әлеуметтік желіден келді. Мына қыздардың барлығы қыздар әлеуметтік желіден, сіздер сияқты жарнамадан келген қыз-келіншектер. Кенже ханым да міне 150 мың теңге табысы, тоже жарнама арқылы келіп отыр. Клара ханым апа, үйде отырған апа. Бұл кісі де табысы міне көріп отырсыздар, үйде отырған кісілерге бұл өте жақсы көрсеткіш. Одан кейін Айгүл ханым Алматы қаласынан, тоже өзінің жеке бизнесі бар, қосымша фармасида жұмыс жасап жатыр. Мария ханым үйдегі кісі, тоже алла бұйыртса скоро директор дәрежесін ашатын болады. Гүлнара ханым Ақтау дематрома, алла бұйыртса скоро тоже директор дәрежесін ашатын болады. Одан кейін осы бір айдың ішінде директор ашқан Қуатова Рита ханым, бұл Ақтау қаласынан жылдам директор ашып жатыр. Гүлжанар әлі директор статусына шыққан жоқ. Қуатова Рима ханым және Рита ханымның сестрасы бірге жұмыс жасап жатыр, семейный бизнес. Бұл жерде Мубина ханым тоже бірінші тіркелгеннен жақын арада болды, 15%-ға шықты. Енді қараңыздар, осы келіншектер не себепті фармасиді таңдап жатыр? Қыздар мұқият қараңыздар. Нарықта сетевой компания, интернет дүкен арқылы жұмыс жасайтын өте көп. Әрқайсында мысалы бірінші статус ол директор болу. Қараңыздар, Фаберлікте директор 3 мың балл, ол 3 миллион табар айналым, беретін ақшасы командаға 300 мың. Арифлеймде 7,5 мың балл, директор болу үшін бұл 2,5 миллион теңге табар айналым, 250 мың командаға береді. Сат компаниясы өзіміздің отандық компания, 2400 PV, бұл 2,5 миллион теңге табар айналым, командаға беретін ақша 270 мың. Тянди 7 мың балл,
1,5 миллион теңге товар айналым, командаға беретін 140 мың теңге. Ерсак 200 балл, 1 миллион 600 мың теңге товар айналым, примерно 150 мың теңге. Coral Club, бұл жерде акцент тез 10 адаммен директор болды, статус всего лишь 500 мың теңге мен деп айтып жатады. Бұл 500 мың. Командаға 500 мыңға берілетін 50 мың ғана. Сибирское здоровье 10 мың балл жасауыңыз керек, 2 миллион 600 мыңға 260 мың теңге беріледі. Енді қараңыздар, фармасида директор бол 3 мың балл, бұл 1,5 миллион теңге табар. Командаға береді 350 мың. Қайсысымен болмасын салыстырсаңыздар да 1,5 миллион теңгеге 350 мың. Если мынандай 3 миллион жасайтын болса, мына жерде 700 мың болады. Представляете, 2,5 миллион теңге товар айналым жасаса 500 мың теңге беріледі. Мына 2 миллион 400 жасайтын болса да 500 мың теңге. Пределов 500, мына жанында тұрған бізде 1,5 миллион теңге товар айналымға бақандай. Мына дүкендердің қайсысына, мынау дүкен деп айтайық, сіздер қайсысына жұмысқа кірер едіңіз? Мен лично фармасияға кіремін. Себебі 1,5 миллионға 350. Мынаның барлығы 10%, мынаның 20% төлейді. Ары қаратай бұларға бизнес партнер болу, Фаберликте 50 балл, бұл 50 мың теңге. Арифлеймда 150 балл бизнес партнер болу, ол да 50 мың теңге. Сатта 50 балл, 50 PV, ол да 50 мың теңге. Тяндида 150 балл, 50 баллмен де бастауға болады, 10 мың теңгемен, бірақ ол преимуществосы жоқ. 100 баллмен жасасаңыздар, толық премияны алмайсыз. 150мен жасасаңыз, жәнегі автобонус саяхатын аласыз, яғни 30 мың теңге ол. Ерсакта 1 және 6 балл аралығында статусыңыз өскен сайын балл өсіп отырады, ол 6 мың мен 36 мың теңге. Лидер болатын болсаңыз, всегда 36 мың теңгеге активация жасауыңыз керек. Coral Club'та 50 балл, 50 мың теңге. Енді Сибирскте 100 баллыңыз 26 мың, бізде 50 балл всего лишь 16 мың теңге. Қарап тұрсыздар ма? Бизнес партнер болу бізде ақшасы арзан, 1,5 миллион теңге товар айналым 350 мың теңге. Поэтому нарықтағы компаниялармен салыстырмалы түрде қыздар қарап отырып, ең выгодный қазіргі таңда фармация компаниясы болғаннан кейін тіркеліп жұмыс жасап отыр. Сіздің қалтаңыздан аз ақша шығады, сіз шақыратын адамдардың қалтасынан аз ақша шығады, бірақ сіз осы 16 мың теңгеге каталпасын 30 мың теңгенің товарын алып бизнес бастау мүмкін. 1,5 миллион теңге товар айналым ұйымдастырған кезде бұл жерде уже саяхат та кіреді сізге. Премияда 350 мың теңге командалық табыс болса, плюс 350 мың теңге сізге премия беріледі. 3 ай подтверждение, 3 ай ғана подтверждение, көп компания 6 ай подтверждение жасау керек. Бізде всего лишь плюс тегін саяхатқа барасыздар. Осындай керемет компания болғаннан кейін қыз-келіншектер, қарапайым қыз-келіншектердің барлығы табысқа шығып жатыр. Енді қараңыздар, сіз де бізбен бірге 15-17 мың теңге аралығында бизнес бастағыңыз келсе, келесі бизнестің мәні, компания жайлы, маркетинг және жұмыс әдіс видеосымен міндетті түрде танысыңыз. Келесі видеоларды сізге осы видеоны көріңіз деп берген адамнан сұраңыз. Маған мен видеоны көріп болдым, бизнестің мәні, компания жайлы, маркетинг және жұмыс әдісі видеоларын жіберіңіз деп сұраңыз. Міндетті түрде сұраңыз, сізге менің командамдағы қыздар жіберетін болады.